Иса былай дейді: Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді. Сен қандай жағдайда өлді деп кесім айтылатынын білесің бе? Жүрегі соқпай қалып, тынысы тоқтағанда, көзінің қарашығы үлкейіп кеткенде, дәрігер өлді деп жариялайды. Бір кішкене қыз болды. Адамдар оны өлді деп жариялады, бірақ иеміз Иса оны ұйықтап жатыр деді. Нәтижесі қалай болды? Әлгі қыз өліп пе, әлде ұйықтап жатыр ма екен? Иса былай деді: қорықпа, тек сенімің болсын. Сонда қызың аман қалады. Көріңізші, ол өлім аузында жатыр. Жайыр есімді мәжілісхана жетекшісі бар еді. Ол Исаның алдына келіп, аяғына жығылып, 12 жастағы өлім аузында жатқан қызын құтқаруын өтініп жалбарынды. Иса Жайырдың үйіне бара жатқанда, халық оны жан-жақтан қаумалап қыспақтады. Тобырдың арасында 12 жыл бойы қан кетіп ауырған бір әйел бар еді. Ол Исаға жақындап келіп, шапанының шетіне қолын тигізді. Сол сәтте-ақ әлгі әйел ауруынан жазылып кетті. Ұстаз, менің 12 жастағы Жар дегенде жалғыз қызым бар. Ол өлім аузында жатыр. Сіз барып, оған қолыңызды тигізіп, сауықтыра көріңізші. Алайда мәжілісхана жетекшісінің үйінен біреу келіп, оның қызының қайтыс болғанын хабарлады. Қызыңыздан айырылып қалдық. Енді ұстазды әуірелемей-ақ қойыңыз.